Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Ешкі сүті 99 ауруға ем деп есептелетін нағыз табиғи өнім. Ешкі сүті тек аурудың алдын алуға ғана емес, әсіресе анемия, аллергия, туберкулез, асқазан ішек жолдары аурулары, диабет, диатезді емдеуде және ағзадағы ауыр металдарды, тұздар мен шлактарды шығаруға, көздің нашар көруін тоқтатуда бірден-бір ем болып табылады. Ешкі сүтінің құрамында кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, А, В, С және Д дәрумендері, аскорбин қышқылы бар. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларын болдыртпайды. Сиыр сүтіндегі темірге қарағанда ешкі сүтінің темірі тез сіңеді. Бұл анемияның алдын алуда аса маңызды. Сондай-ақ ешкі сүті балаларды қоректендіруде сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүті жарамды келеді. Демек, ауырмаймыз десек, ешкі сүтін тамақ рационымызда міндетті түрде енгізіп қоюымыз қажет. Каналға тіркеліп, пікір жазуыңызды сұраймын.